Облыстық қысқы президенттік көпсайыс ойындары Қызылжар ауданында бастау алды. Қысқы көпсайыс ойындарына күш жаттығуларынан ұлдар арасында турникке тартылу болса, қыздар арасында жерден көтерілу сайысы өткізіледі. Одан бөлек пневматикалық винтовкадан ату және шаңғы жарысы кіреді. Жарыстың бірінші күні спортшылар пневматикалық винтовкадан ату сайысында бақ сынасты. С 1 по 4 февраля Ақпанның 1 мен 4 аралығында Қызылжар ауданында президенттік көпсайыс ойындарынан жарыс өтуде. Бұл облыстық солтүстік 2024 жобасының аясында ұйымдастырылып отыр. Қысқы көпсайыс ойындарында пневматикалық винтовкадан ату, күш жаттығулар және соңғысы шаңғы тебу сайысы. Үш сайыстың қорытындысы бойынша жеке және топтық сайыстардың жеңімпаздары анықталатын болады. Жарысқа 13 аудан мен Петропавл қаласынан құрылған бір топ өнер көрсетеді. Жалпы 14 топта 170 спортшы бақ таласады. Бүгін пневматикалық винтовкадан ату сайыстары өтіп жатыр. Сайыс қорытындысы бойынша облысымыздың намысын республикалық сайыста қорғайтын құрама жасақталады. Ал республикалық сайыстан соң Ресей Федерациясының Рязань облысында өтетін халықаралық сайыста өнер көрсететін құрама жасақталатын болады. Спортшыларды Қызылжар ауданы әкімінің орынбасары қысқы көпсайыс ойындарының ашылу салтанатымен құттықтады. Уважаемые спортсмены, мы рады приветствовать на нашей. Құрметті спортшылар, біз сіздерді қасиетті Қызылжар елінде көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгінгі сайыста тек мықты спортшылар жиналды деп айтуға болады. Өйткені бұл сайыс Солтүстік Қазақстан облысында өте ауыр және қатал климаттық жағдайында өтіп жатыр. Сіздер қыстық, суық және ауыр жағдайына қарамастан өз мақсаттарыңызға жету үшін барын салып жатырсыздар. Сіздерге бұл сайыс қажымас қайрат пен ажырамас ынталандыру беретініне кәміл сенімдімін. Барлықтарыңызға сәттілік. Сайысқа қатысушылардың бірі Никита Изотов. Спортшы халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Полиатлон спортымен шұғылданып жүргеніне 2 жыл болған спортшы аз уақыт аралығында үлкен жетістіктерге жете алған. Өткен жылы спортшы көршілес Ресей Федерациясында өткен халықаралық сайыста 2-ші орын алған. Болашақта осы спорт түрін әрі қарай дамытып, өзінің халықаралық дәрежедегі спорт шебері дәрежесін абыроймен қорғау деп бөліседі. Уже 2 года занимаюсь полиатлоном. Осымен 2-ші жыл полиатлон сайысымен шұғылданудамын. Қазір бізде облыстық президенттік көпсайыс жарысының чемпионаты өтуде. Бұл сайысқа ату, күш жаттығулар мен шаңғы тебу жатады. Осы 2 жыл аралығында халықаралық дәрежедегі спорт шебер дәрежесіне дейін жеттім. Қысқаша полиатлон сайысының қиыншылығымен бөлісе кетейін. Жазғы көпсайыста ұзақ және қысқа қашықтыққа жүгіру, жүзу мен ату кіреді. Барлығына бөлек үлкен жетістікке қол жеткізуге болады. Ал барлығын қосып жасау үлкен қиыншылық тудырады. Облысымыздың спортшылары мен құрамалары республикалық және халықаралық сайыстарда жиі жүлделі орындарға ие болады. Жерлестеріміз Никита Изотов пен Анастасия Гурьянова халықаралық сайыстарда жүлделі орындарды жиі алуда. Ал Қызылжар ауданындағы сайыстың қорытындысы 4 ақпан күні жарияланатын болады. Азат Құрмаш, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.